Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі басталатын оқылатын лекциямыз өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы пәнінен 5-ші лекция болады. Тақырыбымызда бүгінгі астықты қоймаға қабылдауда жүргізілетін дайындық. Ерекше бір лекцияға алып өткеніміз бұл өте маңызды тақырып. Бұл пән 4-ші курста оқылады. Оның өзі өте орынды деп есептейміз, және неліктен осыншалықты маңызды. 4 жыл бойы студенттер курстан курсқа ауыл шаруашылық дақылдарын, оның ішінде дәнді дақылдарды өсіруде, өсімдік шаруашылығында және одан басқа қосымша элективті пәндерде өсімдікті өсіруде өсіру технологиясына назар аударған едік. Енді жинап өнімді 4-ші курста агрономиялық мамандықта сол астықты сақтау және өңдеу технологиясы деген пән қарастырылған. Міне осы пәннің бірден бір маңызды тақырыбы қоймаға қоюда қандай дайындық жұмыстары жүргізілу керек және ол қалай болу керек, қандай талаптарға назар аудару керек. Лекцияның тақырыбында, жоспарында мынада сұрақтар қойылады. Астықты орналастыруда қойылатын талаптар, қоймаға астықты орналастыру жоспары жасау, астықты сақтау тәртібі. Міне алдымызда мына орысша қазақша араластырылған назарларыңызға презентацияны ұсынып отырмын. Осы астықты сақтауда біздің облыста, Түркістан облысы, қазір бұрынғы Шымкент облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы еді. Міне жылын мына презентацияларға қарасаңыз, логистик орталықтар жылдары мысалға 3-ші жылдан 10-ші жылдарға дейін, 13-ші 15-ші жылдарға дейін көрсетіледі. Бұл логистикалық орталықтар осы дәнді дақылдарды сақтауда, тасымалдауда белгілі бір маңызды мекемелер болып табылады, ұйымдар болып табылады. Міне финанс қаржы тұрғысынан олар жеке меншік болғанымен өте маңызды ұйымдар. Міне 4 логистикалық орталық көзге ілініп алардай Дала Транс, міне суретте көріп тұрғаныңыздай өте үлкен көлемді тонналап, несінде қуаттылығы мысалға қанша мың тоннаға дейін сыйымдылығы есептеледі. Міне мысалға жылға логистик дейді. Не сақтайды дейді. Нені сақтаған кезде мына жерде көрсетіледі. Дәнді дақылдардан басқа көкөніс дақылдары да болуы мүмкін. По хранению, транспортировке грузов, таможенное оформление, бұл ары-бері басқа өндірілген, сақталған өнімді әрі қарай қанша уақыт сақталатын, қай жаққа жіберілетін, түпкі мақсатында түпкі жіберілетін пункт назначения дейді, баратын жерінде біз есепке алып отыруымыз керек. Міне логистикалық орталықтар сонымен айналысады. Яғни біз жаңағы сақтауға қойылу дайындығы дегенде өте маңыздылығы, біз сапалы өнімді шығарып, қоймада сақталғаннан кейін түпкі тұтынушыға, шет елдің тұтынушысы болсын, өзіміздің елдің тұтынушысы болсын, сапалы өнімді ұсынуымыз керек. Так, міне осы 4 нені айтып, бұлардың біразы қазір бірігіп кеткен, немесе басқа мекеме, басқа ұйымдарға айналып кеткен, немесе бөлініп, холдинг мемлекеттік ұйымдар болып кеткен. Жалпы дайындыққа келетін болсақ, көріп отырсыздар қандай көлемде екен, дәнді дақылдардың дайындалатын 1 тонна, 2 тонна емес, мыңдаған тонна астықты сақтауда өте жауапкершілік жоғары екенін білеміз. Және дәнді дақылдар сақталған дәнді өнім, дән өнімі стратегиялық продукция екенін оны тағы білеміз. Яғни жауапкершілік осыдан жоғарылай түседі. Міне осыған назар аударғым келді, ерекше көңіл бөліп, жай ғана не істеу керек, былай істеу керек, былай істеу керек деместен, оның маңыздылығына назар аударып отырамын мен сабақ сайын.
Өзіндік жұмыста да осы логистикалық орталықтар қазіргі жағдайын осыны талап ететін болам. Көбінесе автор қазір соңында айтамыз Жүргенов пен Ізтаев. Орысша, ағылшынша 3 тілді әдебиетке назар аударамыз, оны да беріп отырамыз. Қазір білесіздер 3 тілділік. Енді шетелден гөрі орыс пен қазақты ғана беріп отырмын, оқулықтарды, оқу құралдарын. Жүргенов пен Ізтаев, Шепетков, осы үшеуі. Осы әдебиеттерден аласыздар. Так, енді сақтауға қабылдаған кезде қандай дайындық жұмыстары жүргізілетін. Оған қойылатын талаптарды айтайық. Оған қойған кезде, дайындық жұмыстары жүрген кезде, сақтау кезінде қойылатын талаптар ең бастапқы назарға алынатын нәрсе. Мысалға, қоймаға тұқымдық материал қабылдауда тиісті сорттық құжаттар толтырылады. Тұқымдық материал мен тауарлық материал деген болады. Дәнді дақылдарда тұқымдық материалды өздерің білетіндей, агрономсыңдар, 4-ші курс, өте қатты назар аударылатын білесіңдер. Тұқымның жөні басқа, оның үстінде элиталы, супер элиталы, супер элиталы деген репродукциялық тауарлы, одан кейін тауарлы деп сапасын көрсететін құжаттар болады. Сол сорттық құжаттар дейді, яғни күздік болсын, ерте пісетін болсын, кеш пісетін болсын, немесе жаздық болсын, жаңа жазда егілетіндер. Міне осылардың бәрі егжей-тегжейлі жазылып, құжаттары және осы қоймаға қойылған кезде әрқайсының өзінің тиісті орындары болады. Тиісті орындарынан табылу керек болады. Кез келген маңызды мемлекеттік іс болып табылатын болғаннан кейін, мемлекеттік маңызды іс болып табылатын болғаннан кейін, айына бір рет тексерулер, ол тұқымдардың сапасы өте қатаң тексеруден, экспертизадан өтіп тұрады. Именно экспертизадан. Яғни осы сорттық сапалық көрсеткіштері орында сақталып тұрма, сақталмай тұрма. Так, екінші талап, элиталы және бірінші репродукциялы тұқымдар міндетті түрде қаппен тасымалданып, қапта сақталады. Элиталы және бірінші репродукция, яғни оның арасында тағы супер элита бар, яғни өте құнды тұқымдар деген сөз. Келесі тақырып, қойманы тиімді пайдалану мақсатында бір түрге сортқа жататын сорттық тазалығы, ылғалдылығы, ластығы біркелкі дәндерді біріктіре отырып, ірі партия құрайды. Партия дегенді жаңа алғашқы лекцияларда айтып өттім. Партия деп, мысалға, дәнді дақылдардың бір алқаптан жиналған кестеден, мысалға, немесе бір алқаптан жиналған бір машиналармен бір күнде түсірілген, немесе жаңағы бір 10 күн жиналса, 2-3 күн деп арасында арагідік үзіліс болуы мүмкін. Сонда партияларды өстіп белгілейді. Уақытымен, немесе жаңағы өнімнің жиналған алқаптарымен, әртүрлі өзіне тән ерекшеліктермен өнімнің партия деп, астық партиясы деп атайды. Міне ірі партияларды міндетті түрде қай жерден, қай алқаптан жиналды, барлығын міндетті түрде белгіленіп, ертең тексергенде дәлелденіп тұру керек. Себебі бұның бәрі жаңағы ауыспалы егісте бәрі көрсетіліп тұр, осымен бәрі тұспа-тұсып келу керек. Ұсақ партияларды біріктіру кезінде құжатқа сорттық тазалық көрсеткіші ең төменгі нәтиже бойынша жазылады. Алдымен ең төменгілері қойылады да, кейін жоғарылай береді. Так, элиталы, суперэлиталы және бірінші репродукция ұсақ партия қатаң тыйым салынады. Дәндердің ірі партиясын құрау мақсатында бір-біріне қосып араластырмау керек оларды. Яғни қатаң дейді, көріп отырсыңдар ма? Тыйым салынады ғана емес, қатаң тыйым салынады. Яғни элита мен суперэлитаның арасындағы айырмашылығы жерден көкте болып табылады. Ол жаңағы 1%, 0,5% болып көрсеткенімен анализде, экспертизада, кейін тоннаға айналдырғанда, кейін одан алған өнімге айналған кезде, егер дұрыс жасалмаса, зардабы өте жоғары болып келеді, өте қиын болып келеді. Сол сияқты басқа өңірден алып келген астық болса, мысалға басқа облыстан қатты бидайлар солтүстіктерді кейбір кезде әкеледі, немесе селекциялық мақсатта аталық, аналық ретінде әкелінетін тұқымдық партиялар болады. Ертең көктемде егіп, оларды будандастырып, енді селекциялық материалдар ретінде пайдалану үшін әкелінеді кейбір кезде. Міне олар да
ерекше жергілікті астықпен араластырмастан, өткен жылдар астығымен араластыруға болмастан өзінше бөлек қою керек. Бұл да қатаң тәртіптердің бірі. Яғни дайындық жұмыстарын дегенде, бүгінгі лекциямызда дайындық жұмысы деп тұр ғой, дайындық деп. Міне осылардың бәріне жаңа бокстарды, жаңа қазір силастарға қойылатын нелерге назар аударылады. Міне солардың бәрі қажетті түрде қарастырылу керек. Астық қоймаларының аумағы қоршаулы, атмосфералық жауын-шашын суағарларға бұрылған қатты жабыны болуы тиіс. Енді бұл техникалық көрсеткіштер, мен бұған көп тоқталып жатқан жоқпын. Жаңа ең басындағы тоқталғым келгені, сақтау кезінде астық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар дегенде, астықты сақтау экологиялық, құрылыс, өрт, санитарлық, фитосанитарлық, мысалға неше түрлі ауру туғызушы агенттермен залалдану мүмкін. Жаңағы өңдеу жатқанда кейбір кезде тұқым қыза бастайды. Сол кезде қоймаларда белгілі бір іс шараларды қолданады, жүргізеді. Сол кезде жаңағы құралдар болсын, немесе жаңағы желдеткіштер болсын, жалпы адам араласып ішіне кіргеннен кейін фитосанитарлық талаптарды, санитарлық талаптарды өте қатаң қадағалау керек. Так, ең бастапқы, бірақ мен оны аяғына қойдым, өзіндік жұмысқа бермекшім мен осыны. Астық сақтау қоймалары ғимараттардың құрылыс құрастырмаларының материалдары неден жасалады дегенде. Астық қоймалары әдейі жаңа тұқымдық материалды сақтаған кезде Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілуі тиіс. Яғни бұлардың бәрі ГОСТ мемлекеттік стандартпен анықталады, шектеледі. Осы стандартта қойылған талаптарға сай болу керек. Өзіндік жұмыс деген кезде жаңа айтылған жұмыс, немесе біздің университетте стандарт бөлімі бар. Қынатова Әсия Мзеевна басқарады. Сол жерден лабораториялық практикалық сабаққа сол тиісті стандартты алып келіп жұмыс істеу керек болады бізге. Тағы да қандай талаптар бар. Енді екіншісінде жаңағы сұрағымыз жоспар қалай жасалады дегенде. Жоспарды жаңағы біртіндеп айтып келе жатқан талаптар әр пункттың тұсында не істеу керек деген жоспардың барлығы міндетті түрде хронологиялық, яғни уақытымен календарлық түрде тәртіпте көрсетіледі жоспар. Жалпы астық қоймасы дегеніміз астық сақтауға арналған ғимарат деп айтады. Бірақ ол жерге қандай талаптар, ол астықты жауын-шашыннан, зиянды кеміргіштерден, құстардан, тағы басқалардан бақылауға қолайлы болу керек. Одан кейін едендер қандай болу керек, оның өзі де өте маңызды. Астық өндірілетін шаруашылықтарда салынады, астық еденде сақталады. Жалпы көрінісі, мына төкпелі кезінде, тағы қалай сақталады деген кезде, еденді асфальттанған немесе бетон қоймаларында қойылады. Егер жаңа элиталарды қаппен сақтайды дедік қой, қаппен сақтағанда мысалға екілік, үштік немесе бестік әдісімен сақталады. Мына жерде айтылғандай, қаптарды қойған кезде бір дегеніміз үштік дегенде мына бір, екі, үш, осыны бөліп қарасаңда үш қап, төбеден қарағанда. Екіншісінде бестік дейді. Міне 1, 2, 3, 4, 5 қап. Төбеден қалай қарасаңда 5 қап болып есептеледі. Екілік дейді. Міне мынау екілік. Яғни осындай әдістермен бұл талап қойылатын. Яғни элиталы, жаңа супер элиталы тек қана қаппен сақталады дедік қой. Сонда осындай тәртіппен орналасу керек. Қорыта айтатын болсақ, қоймаға тұқымдық материалды қабылдауда сорттық құжаттар толтырылады міндетті түрде. Элиталы, супер элиталы және бірінші репродукция ұсақ партия дәндерін ірі партия құрау мақсатында бір-біріне қосып араластыруға болмайды. Қорытындылап айтқанда, қойманы тиімді пайдалану мақсатында бір түрге сортқа жататын сорттық тазалығы, ылғалдылығы әртүрлі партияларды араластыруға болмайды. Ірі партия құрау мақсатында бір-біріне қосып араластыруға тек қана жаңағы бір репродукция, бір сапалық көрсеткіштегі және бір алқаптан жиналған, яғни бір партиядағы дәнді дақылдарды біріктіруге болады.
Тыңдағандарыңызға рахмет. Соңында мына пайдаланған әдебиетті беріп отырмын. Жаңа айтқан 3 әдебиет, одан кейін мына жерге қысқаша бұрынғы қысқаша энциклопедияны алуға болады Қазақ СССР-нан. Және қосымша әдебиеттер тағы да беріледі.